Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше бауырсақ дайындайтын боламыз. Бұл бауырсақтың жасалу жолы да өзгеше және ішінен тосынсый жасап шығарамыз. Жасалу жолын толық көргіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге сары ірімшік қажет болады. Бұл сары ірімшік сулы болғандықтан бір күн бұрын астына қағаз төсеп, кептіріп аламыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Енді бауырсағымыздың қамырын илейміз. Ол үшін бізге 250 грамм сүт және де 250 грамм айранымызды дайындап аламыз. Содан кейін бізге жарты шай қасық ас содасы және де 200 грамм қайнап тұрған су қажет болады. Су мен содамызды жақсылап араластырып, сүтіміз бен айранымыздың үстіне құямыз. Келесі бөлме температурасында тұрған сары майымызды, қантымызды, тұзымызды және дрожжымызды салып, қамыр илейміз. Барлық мөлшерін төмендегі описание бөліміне жазып қоямын. Осы видеода көрсетілгендей ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Бізде осындай қатты да емес, жұмсақ та емес қамыр иленуі қажет және де 1 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң бір рет қайтарып, 10 минуттан соң бауырсағымызды жасауға кірісеміз. Бір күн бұрын жайылған сүзбеміз осылай кеуіп дайын болып тұр. Бүкіл суды қағаз өз бойына сіңіріп алған. Егер де сүзбені осылай кептірмей салып жіберсеңіздер, сүзбенің жан-жағынан су бөлініп, сол жер піспей қалады. Енді барлық қамырларымызды 20 граммнан бөліп аламыз және де ішіне сүзбемізді салып, құрт жасағандай жасаймыз. Енді алдын ала 50 градусқа пешімізді қыздырып аламыз. Және де осы қамырымызды кішкене көтерілу үшін 10 минутқа пешке жібереміз. Пешімізден осылай қамырымыз көтеріліп шығады. Қызып тұрған майымызға екі бетін аударып, баяу отта пісіріп аламыз. Осылай біздің ерекше тосынсыйы бар бауырсақтарымыз өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде үйлеріңізде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге осы видео рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.